Амантай Ақсұңқар қазақ хандығының құрылуы жалпы алғы шарттары. Этникалық және саяси бірлестіктер 15 ғасырдың басында Қазақстан территориясында әртүрлі тайпалар мен ұлыстар өмір сүрді. Олардың арасында өзара байланыс, сауда, мәдени алмасу болды. Бұл этникалық бірлестік қазақ халқының қалыптасуына негізі болды. Жалпы Моңғол империясының ыдырауы, құлауы ол деген 14 ғасырдың аяғы және оның мұрагерлік Ақ Орда, Көк Орда сияқты хандықтардың құрылуы қазақ хандығының пайда болуына жағдай жасады. Жалпы жергілікті билеушілердің ықпалы, бұл тайпа мен көсемдердің арасындағы күрестер, сондай-ақ көшпелі қоғамның саяси құрылымы қазақ хандығының қалыптасуына әсер етті. Жалпы Сырдария мен Жетісу өңірлеріндегі жағдайға келетін болсақ, Сырдария бойындағы қалалар Сығанақ, Яссы мен Жетісу өңірі маңызды сауда жолдарына жақын орналасқандықтан, бұл аймақтарда саяси және экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету қажеттіліктер қазақ хандығының құрылуына ықпал етті. Жалпы Қазақстан жерінде өмір сүрген ежелгі және орта ғасырдағы мемлекеттер мен тайпаларға келетін болсақ, олар бірінші сақтар, яғни біздің заманымызға дейінгі бірінші мыңжылдықта территориясы Қазақстанның оңтүстік, орталық және батыс бөліктері. Және де ондағы маңызды оқиғаларға келетін болсақ, сақтар көшпелі және жартылай көшпелі өмір сүрген халық, олар парсы патшалығына қарсы күрескен. Және де ғұндар біздің заманымызға дейінгі 3 ғасырда және біздің заманымыздағы 5 ғасырларға дейін болды. Территориясы Қазақстанның солтүстік және орталық аймақтары. Маңызды оқиғаларына келетін болсақ, ғұндар Еуропаға жорық жасап, Рим империясына қауіп төндірді. Және де түрік қағанаты 552 жылы және 603 жылдарды қамтиды. Территориясы орталық Азиядан бастап қазіргі Қазақстан аумағына дейін. Маңызды түрік қағанаты құрылуы Қазақстан территориясында түркі тілдес халықтардың қалыптасуына ықпал етті. Жалпы қарлықтарға келетін болсақ, орталық және шығыс Қазақстан қарлықтар исламды қабылдап, мәдени және сауда байланыстарын нығайтты. Оғыз мемлекеті 9-11 ғасырларды қамтиды. Батыс Қазақстан мен Түркіменстан оғыздар көптеген тайпаларды біріктіріп, қуатты мемлекет құрды. Және Қыпшақ хандығы, ол 11-13 ғасырларды қамтиды. Және де солтүстік Қазақстан, орталық Азия, Қыпшақтар Еуропа мен Азия арасында сауда жолдарын басқарды. Және де Ақ Орда 14-15 ғасырлар аралығын қамтиды. Орталық Қазақстан, Ақ Орда қазақ хандығының алғы шарты болып табылатын мемлекет. Жалпы өзара байланыстарға келетін болса, Қазақстан территориясында өмір сүрген мемлекеттер мен тайпалар арасында мәдени, экономикалық және саяси байланыстар болды. Мысалы, түркі тілдес халықтар арасындағы этникалық және мәдени сауда жолдарының дамуы, ислам дінінің таралуы барлығы қазақ хандығының қалыптасуына әсер етті. Жалпы қазақ хандығы 15 ғасырдың ортасында құрылып, жоғарыда жаңа айтылған мемлекеттер мен тайпалардың тарихи тәжірибесін жалғастырды. Және де жаңа мемлекеттік жүйені қалыптастырды. Қазақ хандығының құрылу тарихына келетін болсақ, 15 ғасырдың ортасына жатады. Оның негізін қалаушылар Жәнібек пен Керей хан. Қазақ хандығының құрылу тарихы бірнеше маңызды кезеңдерден тұрады. Біріншісі Моңғол империясының ыдырауы. 14 ғасырдың аяғында Моңғол империясының ыдырауы нәтижесінде Қазақстан территориясында бірінші хандықтар мен тайпалық одақтар пайда болды. Жалпы Ақ Орда мен Көк Орда сияқты мемлекеттер қазақ халқының қалыптасуына негізгі болды.
Тайпалық бірлестіктердің бірігуіне келетін болсақ, 15 ғасырдың басында саяси және әлеуметтік жағдайлардың өзгеруімен көптеген тайпалар, наймандар, керейлер, уақтар, қыпшақтар өзара бірігіп, жаңа саяси құрылымдар құруға ұмтылды. Және де Керей мен Жәнібек ханның билігі 1456 жылы Керей хан мен Жәнібек ханның бастаған көшпелі қазақ тайпалары барып билік үшін күрес жүргізді. Олар Моңғолстанның билеушісі Жүніс хан мен келісімге келіп қазақ хандығын құрды. Жалпы қазақ хандығының ресми құрылуы 1465-66 жылдарда қазақ хандығы ресми түрде құрылды. Жәнібек хан алғашқы хан болып тағайындалды. Және де хандықтың құрылуы қазақ халқының этникалық бірлігін нығайтып, саяси тәуелсіздіктің ұмтылысын көрсетті. Қазақ хандығының территориясында қалыптасуы жалпы уақыт өте келіп өзгеріп отырды. Бұл алғашқы кезең, яғни 1465-1500 жылдардың аралығында хандықтың алғашқы территориясы Жетісу мен оңтүстік Қазақстанды қамтыды. Жалпы бұл кезеңде қазақтар Сырдария бойындағы қалалармен байланыс орнатып, саяси күшін нығайтты. Және де екіншісі билік кеңеюі. 1500-1530 жылдар аралығында қазақ хандығының территориясы орталық Қазақстан мен батыс Қазақстанға дейін кеңейді. Мұнда Қыпшақ, Найман, Керей, Уақ тайпаларының жерлері кірді. Және де Шайбани әулетімен күрес 1530-1580 жылдарда болды. Бұл кезеңде қазақ хандығының территориясы Шайбани әулетімен күрес барысындағы тағы да өзгерді. Қазақ хандығы өз билігін нығайтып, жаңа жерлерді иемденді. 17 және 18 ғасырларда қазақ хандығының территориясы одан әрі кеңейіп, қазіргі Қазақстанның көп бөлігін қамтыды. Бұл кезеңде қазақтар жоңғарлармен күресіп, ұлттық бірлік пен тәуелсіздік үшін күресті. Және де хандықтың құлдырауына келетін болсақ, ол 19 ғасырдың басында Ресей империясының экспансиясы нәтижесінде қазақ жерінің көп бөлігі Ресейге қарасты болды. Бұл қазақ хандығының тәуелсіздігін шектеді. Қазақ хандығының құрылуы мен территориясының қалыптасуы бұл ұзақ тарихи процесс болып саналады. Жалпы қазақ мемлекетінің қайта жаңғыру кезеңдері бұл 20 ғасырдың басындағы басталып, және бірнеше маңызды кезеңдерді қамтиды. Бұл кезеңдерде қазақ халқының ұлттық сана сезімінің оянуымен саяси және әлеуметтік өзгерістермен тығыз байланысты. Алаш автономиясының жариялануы 1917 жылы, яғни 1917 жылы Ресейде ақпан революциясы мен қазан революциясы қазақ қоғамында саяси өзгерістерді талап етті. Қазақ зиялылары, әсіресе алаш қозғалысының жетекшілері ұлттық автономияны құру қажеттілігін сезінеді. Алаш партиясының құрылуы 1917 жылы сәуірінде Орынборда өткен қазақтардың бірінші съезінде Алаш партиясы құрылды. Партияның басты мақсаты қазақ халқының ұлттық мүдделерін қорғау, автономияны жариялау және өз мемлекетін құру болды. Жалпы Алаш автономиясы 1917 жылы желтоқсанда Алаш автономиясы жарияланды. Бұл Алаш автономиясының негізін қалаушысы Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы және Мұстафа Шоқай және де басқа зиялылар. Алаш автономиясы қазақ халқының өзін-өзі басқару құқығын беруді мақсат етті. Алашорда Алаш автономиясының құрамында Алашорда үкіметі құрылды. Бұл үкіметті ұлттық мәдениетті дамыту, білім беру, экономика және әлеуметтік мәселелерді шешу бағытында жұмыс істеді.
Қазақ АКСР мен Қазақ КСР құрылуы, яғни 1920 жылы 26 тамызда құрамында Қазақ автономиялық кеңестік социалистік республикасының, яғни Қазақ АКСР құрылуы жарияланды. Бұл кезеңде қазақтар үшін саяси құқықтар мен автономия берілді. Саяси өзгерістеріне келетін болсақ, Қазақ АКСР құрылуы барысында көптеген әлеуметтік экономикалық реформалар жүзеге асырылды. Алайда бұл кезеңде большевиктердің саясаты мен орталықтандырылған басқару жүйесі қазақ халқының ұлттық мүдделерін кері әсер етті. Қазақ КСР жалпы 1936 жылы 5 желтоқсанда Қазақ кеңестік социалистік республикасына айналды. Бұл Қазақстанның кеңес одағының құрамындағы республикалардың бірі ретінде ресми мәртебесін алды. Кеңес дәуіріндегі саясат Қазақ КСР кезеңінде индустрияландыру және ұжымдастыру және мәдениет саласындағы реформалар жүргізілді. Дегенмен бұл саясаттар қазақ халқына ауыр зардаптар әкелді. Соның ішінде ашаршылық, жаппай репрессиялар, ұлттық мәдениеттің қысымы болды. Және де КСР-ның ыдырауы және Қазақстанның тәуелсіздік жариялауы. Жалпы тарихи контекстке келетін болсақ, 1980 жылдардың соңында Кеңес одағында экономикалық дағдарыс, саяси тұрақсыздық және этникалық шиеленістер күшейе түсті. Михаил Горбачевтің перестройка және гласность саясаттары елдегі реформаларды жүзеге асыруға бағытталды. Бұл процесстер КСР-ның ыдырауына әкелді. Этникалық қозғалыстар 1980 жылдардың соңында ұлттық қозғалыстар белсенділігін арттырды. Қазақстанда қазақ халқының ұлттық мүдделерін қорғау, тіл, мәдениет және автономия мәселелері бойынша қозғалыстар пайда болды. КСР-ның жалпы ыдырау процесі 1991 жылы тамыз айында КСР-да әрекетінің сәтсіздігі мен республиканың тәуелсіздікке ұмтылуы КСР-ның ыдырауына себеп болды. 1991 жылы желтоқсанда Беловеж келісімі бойынша Беларусь, Украина және Ресей басшылары КСР-ның тарағынан жарияланды. Және Қазақстанның тәуелсіздік жариялауы, тәуелсіздік туралы жалпы 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасы Жоғарғы кеңесі Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін жариялады. Бұл тарихи шешім қазақ халқының ғасырлар бойы армандаған тәуелсіздігін қамтамасыз етті. Тәуелсіздіктің алғашқы қадамдары жариялануы мен Қазақстан жаңа саяси, экономикалық және әлеуметтік жүйені қалыптастыруға кірісті. Елдің алғашқы президенті Нұрсұлтан Назарбаев болып сайланды. Ол елдің дамуына бағытталған реформалардың жүзеге асыра бастады. Халықаралық тану Қазақстанның тәуелсіздігін халықаралық деңгейде танылды. Ол біріккен ұлттар ұйымына мүше болып, халықаралық ұйымдармен ынтымақтастықты нығайтуға кірісті. КСР-ның ыдырауы, Қазақстанның тәуелсіздік жариялауы қазақ тарихында маңызды кезеңдер мен оқиғалар қазақ халқының ұлттық сана сезімінің оянуына, жалпы еліміздің қазіргі дамуына көп рөл атқарады.